Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз апельсин салатын дайындайтын боламыз. Пекин орам жапырағының екі жапырағын бір-бірімен айқастырып, жіңішкелеп тураймыз. Пекин орам жапырақтарын турап болғаннан кейін ыдысымызға орналастырамыз. Енді суға піскен екі жұмыртқамыздың ортасынан бөліп, оларды кішкене бөліктерге бөліп, ыдысымызға орналастырамыз. Бір тұтас қиярымызды аламыз да, оны екіге бөліп, бөлінген екі бөлікті тағы да жіңішке бөліктерге бөліп, ол бөлікті жіңішке соломка ретінде турап шығамыз. Қиярды турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Бір апельсиніміздің қабығын ашып тазалап аламыз, және де ішіндегі тілшелерін арасын ажыратып алып, бір-бірден видеода көрсетілген әдіс бойынша туралап шығамыз. Туралап болғаннан кейін ыдысымызға орналастырамыз. Пешке піскен тауықтың төс еттерін видеода көрсетілген әдіс бойынша туралап ыдысымызға саламыз. Он шай қасық консервіленген жүгеріні салатымызға саламыз. Салатымызға көлеміне қарай майонез салып, дәміне қарай тұз салып, араластырамыз. Дәмі сондай ерекше апельсин салаты дайын болды. Сіздер оны күнделікті және де келген қонақтарыңызға дайындап берулеріңізге болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін аса қажет. Астарыңыз дәмді болсын.